Сәлеметсізбе достар, бүгін сіздермен ең тәтті қуырдақты жасап үйренетін боламыз. Ол үшін не істеу керек дейсіздер ғой? Әрине, картошкамызды дәл видеодағыдай үлкен-үлкен етіп турап аламыз. Картошкаларымыздың барлығын турап болғаннан кейін ішіне дәміне қарай тұз себетін боламыз. Паприка сеуіп, паприка жоқ болса қызыл бұрыш сепсеңіздер де болады. Осылай сеуіп, оны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Әбден сіңгенше. Үлкен бір пияз, болмаса 2 пияз кішкентайдан алсаңыздар болады. Видеодағыдай жұқа етіп турап шығатын боламыз. Одан кейін сарымсағымызды турап аламыз. Бәрін турап болғаннан кейін оларды қойып қоямыз дайындап. Одан кейін бірінші картошкамызды қызып тұрған майға әбден қуырып, фри ғып қуырып аламыз. Картошканы бөлек қуырасыздар фри ғып. Осылай картошкамызды қызартып қуырып аламыз. Бауыр сияқты өздері үрленіп пісетін болады. Осылай картошкамызды алдын ала дайындап аламыз, етті қуырмас бұрын. Еттерімізді бірінші қуыратын боламыз. Қазанды әбден қыздырып, майды да әбден қыздырып, қызып тұрған майға етімізді салатын боламыз. Еттерімізді қуырған кезде олардың суы шығады. Сол кезде сол суына жай отқа аздап 10-15 минут пісіріп алатын боламыз. Одан кейін оның суы тартылғаннан кейін үстіне сарымсақты салып, тағы да араластырып қуырып аламыз. Одан кейін тұзды саламыз да тағы да 1-2 минут қуырып аламыз. Осылай әбден қуырылған етіміздің үстінен пиязымызды салатын боламыз. Пиязымызды салып болғаннан кейін, оны да 1-2 минутқа қуырамыз. бір-екі лавр
жапырақтарын қосып қуырып аламыз тағы да 1-2 минуттан. Әр қоспамызды 1-2 минуттан қуырып алатын боламыз. Лавр жапырақтарын үйде бар болса қосыңыздар, жоқ болса қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Сонымен қуырып болғаннан кейін су құятын боламыз. Етімізден сәл асса болғаны. Қайнап су аздап тартылғаннан кейін үстінен қуырылған картошкамызды саламыз. Картошкамызды салып болғаннан кейін жай отқа 30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Сонымен қуырдағымыз дайын болады. Дайын болған қуырдағымызды қонақтарымызға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Құрметті көрермендер, егер менің рецептім сіздерге ұнаса, лайк және менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.